қоспайды. Баланың кіндіктерін не істесек болады? Оның өзіне алтауына қосқанда уже 1-2 метрге барып қалады мойындардың сүйегі. Үйде бір мүсек ет сүйек жүрді. Еті болса да мейлі ғой. Тастауын бәріне. Сүйек, кіндік, сүндет деген жерлер, аппендициттер, тағы не шығады адамдардан? Келе жоқ. 32-ге келіп күйеуге шығып, 34-інде бала туыпты. Сонымен күйеуі вообще 42 екен. Соны екеуі бірінші баласының көйлегін, бірінші тышқан боғын, бірінші памперсін алып қойыпты. Сон боғын памперсіне орап бүйтіп атса, мамасы көріп қалыпты. Балам не істеп атынсе, менің баламның бірінші боғы депті. Ол әлі талай тышады, ол әлі талай тышады деген екен. Сосын боқтың бәрін жинай берме бол. Таста, итак үйде мұсыр көп. Таста. Құдай қазағым-ай. Айналып кетейін. Таста, келе жоқ. Күйеуім қарсы болса да намаз оқыса бола ма дейді. Күйеуім қарсы болса, оқимал, не істейсің ал, оқимал деп. Олай оқыған дұрыс емес. Олай оқыма. Өттің тастары бар еше, дұрыс. Запчастардан, келе жоқ ешқандай запчаст жинама. Олай баймен ерексіп оқыма намазды. Күйеуге солай қарсы болып тұрса, намазды көрсетпей оқы. Күйеуім сүндетке отыр, күнәм әкесі қазақ дейді. Не шаруаң бар, Құдай-ау, күйеуің енді бәріміз переживать етіп, әпшуін переживать етті, ұят қой енді. Ұят емес, неге айтасың оны? Сен жасырат десе, күйеуінің сүндеттелген жерінен сен ашып тастасаң ұят емес пе? Құдай сыйлады. Айтпа оны. Құдай сақтасын. Күйеудің сүндеттелген, сүндеттелмеген айтпаңыздар. Керегі жоқ. О дүниеде мұсылмансың ба дегенде штан шешпейді. Тағы не? Молда жуылған кезде, енді хажал бар ғой енді, жуылған кезде штан шешіп көрмейді ешкімнің. Бол, керегі жоқ. Айтпа оны. Оны несін айтасың? Қазір сүндет десе оған керегі жоқ қазір сүндет. Оны операционный залға апару керек. Целый хирургический бригада келу керек. Карета скорой помощи, оны каталкамен апарып, каталкамен шығарып, қиындау. Қазір сүндеттелмейді, болды. Күйеуің естісе позор. Бәрін айтып, ұят емес пе, айтпа дейді. Күйеуінің ауруын, басқасын ештеңке айтпа. Подружкаларың бүкіл Қазақстан әлем байттың бәрін. Отырайық енді бәріміз елестеп. Ұят емес пе? Айтпа деп білен. Келінімнің түсіне қайтыс болған қайын атам кіріпті дейді. Кімнің қайын атасы? Сіздің ба? Егі іргесі құлайын деп тұр, оны айтшы депті. Қалай жорса болады, не айтқысы келеді дейді. Реніші бар, бөлініп жүрген біреу бар соған айтқаны. Оқыңызшы, кимейтін киімдер өртеуге бола ма дейді. Кимейтін киімдерді киетін адамдарға іздеп апарып тауып беру керек. Кимейтін киімдерді. Енді сәпсізсем жарамайтын іш киімдер, сарғайып кеткен, қолтығы көріп кеткен киімдерді өртеу керек. Қызым түнде тұрып кетеді, айтасыз не істеуге болады? Молдаға апарасыз, бірақ өзіңізді оқысаң болады, бірақ дұрысы молдаға апар. Мен түс көремін, көбінесе көрген түстерім орындалады. Машина көрсем, машина аламыз, үй көрсем, үй аламыз. Біреуді қайтқанын көрсем, сол кісі өмірден кетеді. Неге олай екен дейді. Сен айналайын, көрмеш түсті, апасын екен сен түсің. Ашаматай өте ме депутатқа, соны айтшы. Соны көрші сен. Сонда Иран мен Америка не болады, соны түскі, сан заказ берейік. Сен соны ойлады, соны айт бізге, сол қызық болып тұр. Армузский пролив не болады? Содан доллардың курсы не болады, соны айт. Бізге заказ берін айтайық. Түсімді лифттің ішінде екен. Лифт бір жоғары көтеріледі, бір төмен түседі, соны қалай жоруға болады?
Сенің ниетің бұл. Кейде көтеріледі, бірақ сен істемейсің, айтасың, істемейсің, соны көрсет. Түсің жору солай. Баламды оқуға алып келе жатырмыз, бата беріңізші дейді. Алла ұзақ өмір берсін. Ілімі бойына жықсын. Ұлтымызға, қазағымызға, мұсылмандарға пайдалы ілім алсын балаңыз. Ана Қырғызстаннан сұрап жатыр. Мен қашан миллионер болам, айтып беріңізші дейді. Заказдар кетті көрдіңіз. Сіз қазір авторитет болып кетейін деп тұрсың, звезда болып. По заказу түс көрейін деп. Кетті реклама. Қырғызстаннан сұрап жатыр. Көрдің ме? Кейін таныма кетпе бізді, байып кетіп. Қай жерден көріп едім деп. Сізден сұрайын дегенім, мысалы, түрлі жағдайға байланысты адамның аяғын кесті. Не істеу керек? Адам әлі тірі, кесілген аяқты не істеу керек дейді. Құдай сақтасын. Кеспей қойсыншы жеріңді. Сүндет деген жеріңді жинап, аяғын жинап қойып, соны сүндет дегенің тағы алып қойып, бүкіл запчастарыңды жинап жүріп, өт, тас бәрін жинап, не шығады өзі? Аппендицит, геморрой бәрін жинап, ана дүниеге алып келейін деп бәрін полный комплект запчастарым қалып қалған жоқ ана дүниеде деп қой. Аяғы кесіліп қалса, мысалы, баяғыда атамыз бір атамыз соғыстан аяғын алып келген екен. Соғыста аяғы жұлынып кетіп, сол мина жұлып кетіп, соны аяғын көтеріп келген екен. Ол қақайып қапты, ручка болып дейді, қақайып. Соңын жерлегенде жаңағы қаяғını жерлерін білмейді дейді. Енді адам жатты, аяғында протез бар, енді протезін алып тастап, аяғын тұсына қоямыз ба, жоқ бас жағына қоя салайық па деп. Сол молда Халид дейді мына жақтан, бастан аяқ қойсам міне аяғына қой деп. Сөйтсе аяғы орап қойған ғой, оны ашамайды енді, бастан ашу керек. Сөйтіп қырғын болған екен да, сондықтан керек жоқ запчастарды. Олар көму керек. Ереже бойынша адамнан қалған нәрсе көміледі. Қазір енді медицинский утилизация жасайды, сонымен кетеді. Мазасыздық, күйзеліске қандай дұға оқу керек? Қазір бір жағдайларды ойлап ұйықтай алмай жүрмін. Бірінші, бұл адамның мазасыздыққа түсуінің себебін анықтау керек. Содан кейін барып дұғалар оқиды. Қаза намаздарды қалай оқимын, ниетін қалай айтамыз? Ең соңғы бесін намаз, ең соңғы ақшам намаз, ең соңғы құптан намаз, оның датасы, числосын айтпайсың. Просто қай намаз екен айтсаң болды. Мысалы, 1992 жылғы октябрьдің 4-індегі намаз деп айтпайсың, календар қойып алып. Ең соңғы дейсің, екінші вариант бар, ең бірінші дейсің. Ең бірінен бәрі қаза. Қаза намаз, мысалы, бай тұр, сен бірінші десең, мыналар кете бастайды, ең төмен десең, мынадан көтеріле бастайсың. Ереже сол, ең соңғы деп оқи бер. Балам 7 жаста, ұйықтап жатып, жылап, шошып оянады. Неден шошиды, қорқыта алмайды, ұмытып қалады, қалай дем салған дұрыс. Қолын басыңа қой, Фатиха сүресін оқып, деп қойсаң болды. Үйлі бол деп бата беріңізші, 13 жыл болды квартира жалдап дейді. Иншалла үйлі боласың. Алла қайырлы берсін. Көресің, осыдан үйді боласың. Ана кісі түс көреді, қосымша бекітіп береді, үйлі боласың. Бірақ айтайын дегенім, сен Құдайдан тек қана үй сұрама, үйдің ішіне береке сұра. Сен Құдайдан үйдің ішіне жақсы күйеуге шықпасаң, күйеу сұра. Үйдің ішіне ұрпақ сұра. Сол үйде өсіп өнетін болашақ сұра. Сол үйде жан жүректің тыныштығын сұра. Мына жерде қанша адамның үйі бар білесің ба? Үйлерінде тыныштық жоқ. Қанша адамның үйі бар, бірақ үйдің ішіне адам кірмейді. Қанша адамның үйі бар, оның ішінде ұрпақ жоқ. Қанша адамның үйі бар, оның ішінде күйі жоқ. Қанша адамның үйі бар, оның ішінде уайымы көп. Қанша адамның үйі бар, оның ішінде қайғы бар. Қанша адамның үйі бар, үйдің ішінде бала бар, бірақ тыңдамайтын бұзақы бала ол бар. Қанша адамның үйі бар, үйдің ішінде сенің жүрегіңді түсінетін жарың жоқ. Күйеу бар, бірақ жүрегіңді түсінетін адам жоқ. Түсініңіз ба? Сіз түпкілікті, түбелік дейді, мәңгілік, ар жағын сұраңыз. Неге бірақ кім үймен сұрайсың? Үй алдың, болды ма не, өмірің бақытты болады деп айтсың ба? Жоқ, бақытты болмайды. Сен үй алған күні, сенің күйеуің тоқал алып кетіп қалуы мүмкін. Ұрсып, сен ұрып өлтіріп жатыр сол үйді. Білмейсің ғой не болып жатқан. Сондықтан
Құдайым маған қайырлысын бер, қайырлы түбімен, берекесімен бер. Ұрпақ берсең, Құранда Алла Тағала өзі үйреткен. Рабби жаални муқимас салати ва мин зуррияти раббана ва тақаббал дуға. Я Раббым Алла, менің зурриятым, яғни ұрпағым, намаз оқитын, ораза ұстайтын, адал, әділ, салихалы ұрпақ бер дейді. Бала сұрай берме дейді. Бала бер, бала бер, бала бер, бала бер. Жоқ, баланың бақытымен қоса сұра. Қыз сұрасаң, қызыңның бақытымен сұра. Қызым күйеуге шықсын, байға шықсын, байға шықсын, базыға шығады, бай ұрып өлтіреді. Көзін ойып алады, ажырасып қайтып келеді. Жоқ, тастай батып судай сіңетін қып сұра. Балаң үйленсе, сол келінменен бақытты болып, ұрпақ сүйіп, ұрпақтан ұрпақ тәрбиелеп, сол тәрбиелеген ұрпақтың кезде сен далаға шығарып жүрмейтін ұрпақ сұра. Сол маңызды. Аласың үйді, қорықпаңыз. Аласыз. Еңбектенсең, сәл қиналасың. Осы қиналған күніңді ұмытып кетпе. Аязби күйіңді біл дегендей, ұмытпа осы күнді. Алла Тағала бергені бар әлі саған. Береді Алла Тағала. Әкеммен бір апта бұрын қатты ұрсып қалдық дейді. Ой, Құдай сыйлады жаным-ай. Байға шықпай жатсың, ақшаңды бермейсің деп басыңа жетпейді деп әже даже ұрмақшы болды. Астанаға баласының үйіне қыдырып кеткен. Бүгін келеді, мен ажырасқанмын дейді. Енді күйеу столбыда байланып тұрған жоқ қой, барып киіп ала салатын. Біріншіден, екіншіден, әке-шешемен ұрыспа. Одан кейін ақшаңды беріп тұр. Енді жетпей баратса, өзің бөлініп шығып, ары қарай өмір сүр. Сөйт, кездеседі. Құдай саған дұға қылып қоям, бір жақсы бір жігіт бар, последний сол қалған. Соны саған тілеп қоям. Сол барат саған, Құдай қаласа. Егер өзің біреу жыртыңдап жүрген біреу болса, тиіп ал. Соза берме сенде. Айт, ал де, мен жыртыңдап жүретін уақытым жоқ де. Мен 20-да қыз емеспін де. Мен күйеуден шыққан, мен ал де. Саған жақсы әйел болып берем де. Аға, намаздамын, сол үйде намаз оқитын бір бұрыш болса деп армандаймын дейді. Неге бұрышты армандайсың сен? Біз қазақ сондаймыз да, әйтеуір бір бұрыш болса болды деп. Неге бөлме сұрамайсың? Неге зал сұрамайсың? Әйтеуір бір ептеп-септеп бір, әйтеуір бүйтіп, алдап әйтеуір шығып асам екен байға. Әйтеуір үйтіп бір бөлме бір бұрыш болса. Несе, бұрышқа лайықтысың ба не? Өмір бойы бұрышта тұрып өттің ба? Алладан кең сұрамайсың ба? Миллиард, миллион. Неге бүйтіп кішкентай бір бұрыш болса болды маған? Мен бұрыш болса. Өмірің бұрышта өтеді, бұрыш сұрасаң. Молынан сұра. Аяма Құдайдан. Несін аяйсың? Алла, жоқ сенбейсің ба Құдай беретініне? Жаяу жүрген жеріңнен өлтірген жоқ қой, Алла Тағала адам қылды, осындай халге жеткізді. Үй жоқтар да өмір сүріп жатыр ғой, Құдай берді ғой. Шүкір қып сұрасай молынан Құдайдан. Жоқ, Құдайдың құдіреті жетпейді деп ойлайсың ба? Маған тек қана бұрыш болса жетеді. Мен өзі бұрыштың адамымын мен. Өз школда, класста бұрышта тұрған мен өмір бойы. Әйтеуір сол бұрышта өліп қалып жүрме бір күні. Бұрышта, бұрыш пайда еді маған, бұрышта өліп кетті. Жоқ, сұрасай ой, молынан. Күйеуім жақсы, добрый, ақшасын береді дейді. Последний күйеуін сен алған екенсің. Так, не дейді ол? Сатып ал деп өзі айтады дейді. Не деген күйеу, Құдай-ау, мынау тіпай-тіпай көз тимесін. Шақырып қойшы маңдайына не жақпай-ақ болған күйе. Бірақ бытовой инвалид. Ой, бұл бітшін шығардың ғой міне. Мен оқымай тұрып, ой, мен де оны жақсы көрмеймін дейді. Мен үшін бәрін жасайды дейді. Құдай сыйлады. Сен өзі психолог саған жәрдем бермейді, саған психотерапевт керек. Уже сенікі диагноз жаным. Ел бай топ бәтір әні. Бір бай болса екен, сен бұндай байды ие боламайсың. Енді қандай бай керек саған, Құдай-ау? Біреудің менсінбей жүрген басындағы бағы, біреудің арманы деген рас қой. Алла Тағала Дәуд пайғамбарды
Құранда көп айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Дәуітті айтқан. Неге? Сол Дәуіттің де арманы болған екен да. Сүлеймендей бай болған. Дәуіттің 30 баласын Құдай алып тұрып, шүкір деген кезде Алла Тағала Сүлейменді берді. Сол арманды дұрыс қойсаң, Алла Тағала барыңа үлкен береке береді алтыным. Қымбат косметика алған ысырап па дейді. Сен қарызың ағып жүрсе, өзің бетіңе қымбат крем алып алған болсаң, саған корейский жарай береді ғой. Саған даже мерекей жарай береді. Мерекей қымбат қой айтпақшы. Не? MV жоқ, MV емес. Эйвен жарай береді. Эйвен шведский. Ол да жаман емес, Европа, Евросоюз. Соны жақ. Кореецтер таңғалады дейді ғой, косметиканы тонналап алған кезде. Сендер жағасыңдар ма, жейсіңдер ме деп. Сол сияқты өзің қарызың ағып жатса, косметика не керек саған? Қолтығың сасып жатса, саған әтір не керек? Саған кір сабын керек. Кір сабын жақсы. Құрғатады бәріңіз, атшылы ішіп етеді. Сол үшін айналайын. Өзі жағатын нәрсені қарау керек, кремді. Жаға беріп, бетін қарызға батып қалма, одан бетер. Қымбат алып, 280 мыңға крем алып, оны алған кезде өз ережесімен алады. Дина қазақ қызы мен деген мен қарындасым бар. Австралияда тұрады қазір. Сол Австралияда тұратын қыз еңбектеніп, ана кушондары менен биттіріп, жақсы тампондары, кушондары бар бит. Сол кушоннан алып бастайсың да, содан кейін барып, қолыңды бите бермей. Кушондары жақсы оның. Содан кейін основасын ал бірінші. Бірінші умывашкадан баста сен. Сен умывашкадан баста. Умывашкасы өте күшті. Составы өте жақсы. Ана өтіріктен Қытайдан әкеп сыртына атын жазбаған ол. Кәдімгі таза жасайтын қарындасыңыз. Соныкін алыңыздар. Алла разы болсын. Қазір бриллиант сатып жүр ол қыз. Бриллиант сатып жүр. Таза лап бриллиант бар, таза табиғи бриллиант бар. Өткенде Алла разы болсын, маған мынандай жүзік салып жіберіпті. Алла разы болсын, бриллиант. Өзі бриллиант, ол қарындасымыз. Бүгін туған күнім дейді. Бата беріңізші. Алла. Батаны обязательно туған күнде беру керек па? Туған күннен бір күн бұрын или бір күн кеш шықпаса бата что-то өтпей қалады. Акция бітіп кете ма, не болады? Неге туған күні бата сұрайсыздар сіздер? Бүгін туып атам, бүгін өліп атам, Құран оқыш дегенде қылдың ғой сен. Өлмесең оқымаймыз ба не? Сонда Құран оқу үшін обязательно өлу керек па не? Бата беру үшін обязательно туған күн болу керек па не? Туған күн болмаса өтпей қала ма бата? Инстаграм қандай дейді? Дина қазақ қызы мен деген. Дина қазақ қызы мен деген. Біздің баламыз оқуға түсуін қатты үміт еткен едік. Бірақ күткеніміз болмай оқуға түсе алмады. Бұл жағдай бізге өте ауыр тиді. Осындай сынаққа тап болғанда мұсылман адам сабырды қалай сақтау керек дейді. Бұл сынақ емес, бұл қуаныш, бұл шүкір дейтін нәрсе. Құдайға шүкір деңіз. Сол баққа түсерін түсіп ап, жарты жаны келгенде балаң оқымай қойса не болар еді? Балаң аман ғой, өліп қалған жоқ қой, не болсын шама? Оқуға түспей қалды ал не? Өліп қалды ма не бала? Ел баласына өліп қалады. Кеше маған бір атана келді. Бала ет жеп атып қақалып өліп қалған. Құдай, кішкентай бала ет жеп атып қақалып тамағына тұрып өліп қалған ал. Алла Тағала бір жағынан бермесе, бір жағынан береді ғой. Обязательно казгуға түспесе, агуға түсеседі. Агуға түспесе, атуға түседі. Тола ғой. Өліп қалған жоқ қой, Құдайға шүкір. Оқу алда ғой. Неге татқылай бересіздер өстіп? Болды, енді бәріміз қайғыға түстік деп. Қайғы ма екен сол? Жоқ, сіз деп баланың үнжұрғасын бастайсыздар былай. Азан шақырып атын қойдырайын деп едім дейді. Кел, жоғары шық. Бүгін қыз балам праваға емтихан тапсыратын еді. Соған сәттілік деп бір бата беріп жіберсеңіз, Алла разы болсын. Амин, амин. Амин, жақсы үйренсін, өте жақсы. Бір құрбым суррогат болып жатыр. Күйеуіне айтпай басқа қалаға кетіп қалған, не дейсіз? Астағфирулла. Харам. Тройной харам.
бортовой инвалид деген атының өзі айтып тұр ғой. Оқудың еті кеш жоқ дейді, дұрыс айтады. Сәлем бердік, Алла разы үшін дұға жасаңызшы дейді. Амин. Комада жатыр дейді, Алла шипа берсін. Алла тағала жақсы көре ма, сондай пендені көп сұрайтын дейді. Жақсы көреді. Алла қайта сұрамасаң жек көреді. Сұраңыздар. Сұрағанда Алла жақсы көреді. Адамдар жек көреді сұрасаң. Алла жақсы көреді. Сұра. Енді кейбіреулер сондай айтқан, енді шектен шықпасын деп, бірақ Алла сұраған жақсы көреді. Сұраңыз. Атамның жіліңе ішіндегі басы құлап қалыпты, соны қайта тұрғызу. Басында ғана топырағы төмен түсіп құлап қалса, ол топырақты қайта күйіп жабу керек. Балам екеуміз инфекционныйда жатырмыз, Алла шипа берсін. Офер күтіп жүрмін, Алла нәсіп етсін. 62 жаста блог жүргізіп бастадым дейді. Бола ма дейді. Жүзіңді көрсетіп видеоға шыққанға дейді. Суретіңіз етек тұр ғой. Смотря не жүргізіп жатса әңгіме сода. Қазір өзі блогерлардың бәрін тексеріп жатқанын көріп жатсыз ғой. Боқтағандардың бәрін қамап жатыр. Одан кейін дін туралы вообще сөйлемеңіз интернетте. Рұқсат алмайынша дін туралы сөйлемеңіз. Мына біраз журналистер, подкасттар дін туралы шақырып, егер сіздің дін сол имам кім сөйлеген сөзіңіз діни көзқарас беретін болса, онда соттың экспертизасымен сізді жауапқа тартып штрафтайды. Бізде заң бар, дін мемлекеттен, саясаттан бөлінген, немесе ресми рұқсатыңыз болу керек, әлеуметтік жерге шығатын. Сондықтан осындай дүние рұқсат алыңыз. Енді жақсы айтсаңыз, математиканы үйретсеңіз, ғылым, білім үйретсеңіз, ешқандай мәселе жоқ. Ол жақсы нәрсе. Ана интернетке уақыт кетіре беріп, мысалы, ортаңыз бұзылып кетуі де мүмкін семьяңыз, қаралмай. Сізді қазақтың маңдайына біткен баг, астағфирулла қойыңыз, өйтіп айтпаңыздар, Құдай сақтасын. Біз бір шала адамбыз, қойыңыз, олай айтпаңыз. Қаншама жақсы ұстаздар бар. Альхамдулилля, солар тыңдаңыз. Зираттың басын жаңартуға краскілеуге бола ма? Болады. Қайқан адамға 40 күнге дейін шырақ жағуға қайтқан десеңізші. 40 күн шырақ жағу. 40 күн шырақ жаққанда бұрын жаққан. Мен өткенде түсіндіріп бердім осыны. Шырақты лампа жағып қоймаған. Өзі свет жоқ заманда. Шырақ жағып, бәрі отырып, дұға қылып, зікір қылып, бата қылып, жақсы сөз айтып, сөйтіп шырақтың маңайында жиналып, шырақ жағылып деп, кешке өзі тез тамақ ішіп алғанда қазақ ұйықтаған. Ертеңінде таңнан ерте тұру үшін. Ал енді қайтыс болған адамдарда ғана шырақ жаққан. Сол шыраққа келіп отырып, бәрі дұғасын жасап, әумин деп бата қылып, өлгенге дұға қылып 40-ына дейін сондай қатым оқып, сондай жасаған еліміз біз өзі. Кішкене тарихтан оқысаңыздар сөз. Сонда соғыңыз пайда. Просто свечка жанып тұрғанның пайдасы жоқ. Ол ана шіркеуде свечка жағып қояды. Біз свечка жаққанның пайда жоқ бізге. Ол свечкасын өзін сатып алады екенсің. Бізде ондай емес. Бізде Құран, дұға, бата әркім өзі оқыңыз. Сол пайдасы бар. Қаза намаздарды намазға кейін де оқуға бола ма дейді. Любой уақытта оқуға болады. Күн шығып келе жатқанда, күн тік тұрғанда, күн батып бара жатқанда оқылмайды. Қалған любой кезде қаза намаздар оқыла береді. Көк тастың жазы өшіріп қалған. Соны қайта жаңа со тұрған орында бүйтіп краскалап басып қойсаңыз болады. Аға, намазым жиі қаза болып жатыр, не істесем болады дейді. Аккаунттағы суреттерді алып тастайсың бірінші. Ата суретіңді жақындатып көргісі келіп жатыр елдің бәрі. Соны алып тастасаң, содан басталады намазды қаза қылмаудың бірінші қадамы. Жүрегіңе иман ұялаудың, ұяттың содан басталады. Өзі діннің ең ол әдемілігі не? Ислам діннің әдемілігі не білесіздер ма? Ол ұят болады. Ұят. Сол үшін атаң қазақ ар мен ұятты өтте жоғары қойған. Бұл діннің нағыз мұсылмандықтың белгісі. Адам атадан, оның баласы Шистен бастап Нұхқа өтіп, Нұхтадан Ибраимға дейін бүкіл пайғамбарлардың мирасы ол ұят болады.
Сондықтан не үшін суретті ал деп жатырмын? Оны түсінсеңіз, ұяттың мәселесі көтерілсін. Сіз ұялуды ойлаңыз бірінші. Ұятты ойласаң, намаз өзі келеді сізге. Неге намазды адам тастап жатыр? Өйткені ұяты жоқ. Неге орамал шешіп тастап жатыр? Өйткені ұяты жоқ. Қазақ халқы айтады, ұяты жоққа аят жоқ дейді. Бітті, все. Ұят жоқ па, онымен алыспа, оны доказать етпе. Ұялу қасиеті бұл Құдайдың берген ұлы нығметі. Балаларыңызды ұялып, кішкентай кезінен ұят дегенді үйретіңіздер. Ұялшақ болған бала өте жақсы бала болады. Қыздар әсіресе ұятты қатты ойласын. Етек жеңі ұзын болудың өзі ұяттың белгісі. Ұят, бетті бейті, ойбай, бетім-ай деген әжелеріңіз ұятай деген сөз. Етегі жеңін ашпаған. Неден? Ұяттан. Мән хаяун ләху вәлә иману ләх деп Абай атаң қара сөзіне тығып тұрып кіргізіп кетті ішіне арабшасымен. Кімде ұяты болмаса, ода иман жоқ деді. Иман жоқ ода деді. Ұяты бар адамда ғана иман болады. Сен намаз оқып жатсың, намаз күш бермей жатырсың. Неге? Өйткені қасында ұяты жоқ оның. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бүкіл пайғамбарлардан 4 нәрсе мирас қалдырылды. Әтір, ұят, мисуак, 4-шісін отырып. Осы 4 нәрсені айтады. Сондықтан ұятқа өте жақын болыңыздар. Өзі, біріншісі қазақ халқы 3 ауыз сөз ғой, ұят болады. Ұяттан кеттің ба, онда обал болады. Бұл екеуінен кеттің ба, обал түсінбейсің ба, онда сенің ақырың жаман болады дейді. Болды все. Күте бер осыны. Бірінші ұят. Ұяттан кеттің ба, онда обалдыққа барасың. Уже адамға қиянат жасай бастайсың. Неге? Өйткені обалды түсіну үшін адам ұяты болу керек, ұялу керек. Құдайдан, адамнан. Бұл ұятың кетті ма, уже обал қыласың, қиянат қыласың. А қиянатқа бардың ба, уже аяғың жаман болады. Біттісімен. Ел сондай ғой, ел ұят жоқ. Ел болса бола берсін, сен ел үшін жауап бермейміз ешқайсымыз. Әркіміз өзіміз үшін жауап береміз. Сондықтан мен де ұят болсын, менің балаларым да ұят болсын. Өзің де ойла, болды, қалған. Олар өзі үшін жауап береді. Әркім өзі үшін жауап береді. Анау арақшы, молда арақшы сен шешесің ба не? Молдан аркаман болса, сен аркаман боласың ба не? Молда күнәһар болмақты көрді, істегенмен бәлесі болмаса да алдына тұрды ма, біз жаман имам болса, үй береміз, үйдім саған дейміз, болды. Намаз өткізіп, қатесі өткізіп берсе болды бізге. Ар жағын өзі жауап береді. Баяғыда бір молданың несі бар екен, татуировкасы, үймаймыз деп біреулер салбастап. Ол өзі жауап береді ол үшін.